Қымбатты оқушылар, біз сіздермен 5-ші бөлімді бастаймыз. 5-ші бөлім Қазақстан Республикасы тұңғыш президенті күні тәуелсіз Қазақстанның айбынды мерекесі Маралтай Ыбырайымов елбасыма деп аталады. Бұл бөлімнің бірінші сабағы тұңғыш президент деп аталады. Оқу мақсаты тыңдалатын мәтіндегі фразалар мен дәйек сөздерді талқылай отырып, тақырып пен көтерілетін мәселені болжау. Әлеуметтік қоғамдық тақырыптар аясында айтылған сөздер мен термин сөздердің мағынасын түсіну. Жаңа сөздер. Бүгінгі сабақта лауазым, басшылық, бір ауыздан, сайлану сияқты жаңа сөздермен танысамыз. Айтылым тапсырмасы. Берілген мақал-мәтелдердің мағынасын түсіндіріп айт. Басшысын таппаған ел азады, жолдасын таппаған ер азады. Көреген басшы елді өсіреді, күшті майдан ерді өсіреді. Жазылым. Берілген сөздерден сөйлем құрап жаз. Елбасы, көшбасшы, бастық, президент, басшы, қолбасы. Тыңдалым тапсырмасы. 5-ші тақырып. 1-2 сабақтар. 3-ші тапсырма. Нұрсұлтан Назарбаев 1940 жылы 6 шілдеде Алматы облысының Қарасай ауданына қарасты Шамалған ауылында Әбіш пен Әлжанның отбасында дүниеге келген. Нұрсұлтан Әбішұлы Қазақстанның мемлекет қайраткері, ғалым. 1990 жылғы 24 сәуірден бастап Қазақстан Республикасының тұңғыш президенті. Еңбек жолын Теміртау қаласындағы Қазметаллург құрылыс тресінде жұмысшы болып бастаған. Кейін Қарағанды металлургия зауытында шойын құюшы, домна пешінің көрікшісі, диспетчер газ айдаушы болды. 1969-1976 жылдары Теміртау қаласындағы партия комсомол жұмыстарында қызмет етті. Назарбаев ғылымның дамуына, білім беру жүйесін реформалауға зор үлес қосып келеді. Балалар, мәтінді тыңдасақ, сан есімдерді теріп жазайық, сан есімдерді пайдаланып сөйлем құрайық. Сонымен қатар мәтінде қандай елді мекендер аталады, олар қайда орналасқан, айтып беріңіз. Тұңғыш президент туралы басқа қандай деректер білесін, әңгімелеп беріңіз. 5-ші тақырып. Оқылым тапсырмасы. Мұқият тыңдаймыз. Сәбиге ат таңдаудың өзі жатқан бір хикаяға айналды. Тойға жиналған ағайын туыс түрлі есімдерді тұс-тұстан айтып жатты. Ең ақырында жаңа туған ұлдың әжесі Мырзабала мынадай ұсыныс білдірді. Менің сүйікті немерем екі бірдей есімді алып жүрсін. Оның аты Нұрсұлтан болсын. Әлемдегі барлық әжелер секілді Мырзабала да немересінің азамат болып қалыптасуына ерекше еңбек сіңірді. Нұрсұлтанның анасы Әлжан Мырзабаланың балалары мен келіндеріне ақыл кеңес беріп, халықтың байырғы дәстүрлері мен жоралғылары туралы әңгімелейтінін, немересі Нұрсұлтанның тәрбиесіне аса белсеніп кіріскенін еске алады. Отбасында Сұлтан деп аталған ұланның балалық шағы соғыстың сұрапыл жылдарына және соғыстан кейінгі
ауыр кезеңге тұспа-тұс келді. Нұрсұлтан өз әкесінің ешқашан қол қусырып қарап отырмағанын көріп, оған үнемі көмектесуге ұмтылды. Үйде де, бақшада да, алма бағында да әкесінің жанында болып, картоп пен алма өсіруге жәрдемдесті. Нұрсұлтан мал жайғарумен айналысты. Әкесімен бірге тауға барып шөп шапты. Бірде Әбіш үйге арнайы жер аударылған Балқарлар отбасын ертіп келді. Назарбаевтар отбасы оларды шаңырағына паналатты, жұмысқа тұруына көмектесті. Ал Әбіш Назарбаев Балқарлармен тез тіл табысып, олардың тілін үйреніп алды. Көп ұлт мекендеген Шамалған тұрғындарының бәрі де сөйтті. Ешкім ұлтқа бөлінген жоқ. Балалар, оқылым тапсырмаларын оқулықтан 96-шы беттегі 7-ші, 8-ші, 9-шы тапсырмалар арқылы жүзеге асырайық. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Енді сабағымызды әңгімелесуші серіктестер арқылы қорытындылайық. Өз пікірлеріңізді комментарийге жазып қалдырыңыздар. Сіздерге қайырлы білім болсын, зейіндеріңіз ашылсын.